Қарағандыда Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы мен алаш қайраткерлерін еске алу мақсатында арқа арыстар атты пресс-тур өтті. Пресс-турдың мақсаты азаттық жолында құрбан болған бабаларымызды еске алып, рухына тағзым ету. Ұйымдастырылған іс-шараға еліміздің әр аймағынан келген 40-қа жуық журналист, блогер мен қоғам белсенділері қатысты. Пресс-турды ұйымдастырушы облыстың белсенді жастары Бекзат Болатұлы мен Зарина Әшірбек. Бұл пресс-тур бақ өкілдеріне арналған көбінесе. Бұның ұйымдастырушысы Зарина Әшірбек және де мен осы екеуміз. Бұл тек қана Қарағанды өңірімен шектелу емес, өзге өңірлер тарта отырып, мына Қарағандының көшпенділердің ғибадатханасы екендігін, сонымен қатар ұлт зиялыларын шыққан жер екендігін барша Қазақстанға таныту. Бұл пресс-тур бұрын соңғы негізінен бақ өкілдерін тарта отырып болмаған. Бәлкім бұған ұқсастар болған шығар, бірақ дәл осындай бола қоймаған. Бұл сол өзіне айтқан жағы рухани кодты жандандыру алдағы уақыттарда міндетті түрде осыған ұқсас, тек қана Қарағанды өңірінде емес, алдағы айтқандай халықаралық деңгейде әртүрлі болатын, тек қана Қазақстан және Қазақстаннан тыс өңірдегі адамдарды тарта отырып, осындай жобалар ұйымдастыру міндетті түрде жоспарда бар. Пресс-турдың бірінші күні Әлімхан Ермековтің зиратына барып алаш арысына дұға етуден басталды. Дала академигі, өлкетанушы Тұңғышбай Мұхан Әлімхан Әбеуұлы туралы тың деректермен де бөлісті. Алаш арысының зираты қараусыз қалғанын айтып, болашақта бұл мәселенің шешілетіне ат салысатынды жеткізді. Томда оқып жүрген кезінде оқысы саяси қайраткерлермен таныстырды. Ең бастысы томда жүрген кезде оқыс айтпақшы, оқып жүрген кезінде гимназияда ауылға жалға келгенде бір күн бос жүрмейді екен. Ауылдың балалары түгел жинап барады екен да, хат танытып сабақ үйретеді екен. Тіпті Сұлтанмахмұт торай қылып үйреткен. Сұлтанмахмұттың сөзі бар екен: мен Әлиханнан сабаққа үйреніп қойған жоқпын. Мен Әлиханнан көзқарасым қалыптасты. Сөйтіп ол кісіні Алашордаға қойды. Менің Алашордаға өтуіме Әлімханның маған берген сабағы әсер етті деген. Пресс-турға қатысушылар Долинкада орналасқан Қарлаққа барды. Қарлақ тұтастай бір азаптау мемлекетті іспеттеседі. Өйткені оған кіретін лагерлердің аумағын қоссақ, көлемі Франциямен шамалас көрінеді. Лагерде жазықсыз жала жабылып, ұзақ жылға сотталған халық жаулары, олардың отбасы мүшелері мен балалары істемеген қылмыстар үшін жазаларын өтеген. Осы ғимаратқа қараған адамның көз алдына тозақ азабын тартқан қаншама адамның қуғын сүргіні келеді. Қарлақ сол азапты сәттердің айнасы әрі куәсі болған, дейді музей қызметкері. Пресс-турдың екінші күні жастар Әлихан Бөкейханның туған жері Ақтоғай ауданына барды. Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханның ата-анасы мен туыстары жерленген Талдыбейіт қорымына барып дұға бағыштады. Шабанбай би ауылынан 30 шақырым жерде, Жіңішке өзенінің жағасында жатқан қорым ел ішінде Бөкейхандар әулетінің қорымы деп те аталады екен. Әлихан Бөкейханның әке-шешесінің қабірі шетке қарай оқшау жатыр. Дәл соның түбінде ағаш өсіп тұр. Ал ағашты Әлихан Бөкейханның өзі отырғызған. Әкесі қайтыс болғанда жете алмай, кейіннен келіп осы ағашты отырғызған екен. Ағаштың көшетін омбы жақтан әкелген деседі. Бұл өңірде мұндай ағаш жоқ. Бұл ағаш Әлихан Бөкейханның өз қолынан қалған көрнекті тарихи белгі ретінде де құнды. Қорымның Талдыбейіт атанғаны да осы талға байланысты болса керек. Әлихан Бөкейханның бас киімі де осы қорымға жерленген, дейді Тұңғышбай Мұхан. Бейіттің кірпішінің құрамы өте ерекше. Құрамның ішін қазір қарасаңыздар, осы жердегі шиді, қамысты урап-урап лайға қосқызған, соның кейін мынандай қиыршық тастар қосқызған. Қазір қалауын көресіздер. Бұл жерге ең бірінші 1901 жылы
Әлекеңнің әкесі Мұхаммед жерленген. 1905 жылы Әлекеңнің 25 жастағы інісі Тәтіхан жерленген. Тәтіхан өте болашағынан үміт күткен, өзінің бір талантты інісі екен. Кенет аурудан қайтыс болған. Сол 25 жылы Әлекеңнің өзі Бразилияда өсетін, мына сәмбі деп айтымыз, сәмбі деген ағаштың екі тұқымын әкеп отырғызған. Мына ағаш қараңыздаршы. Кеше мысалы Карлақтан тура осындай ағаш көрдіңдер, иә? Бірақ ол ағаштың бәрі түзу өсетін, бұтағы жай ғана тарайды. Мынаның бұтағына қараңдаршы. Мынаны қарасаңыздар, мұнда керемет өзгеше ағаштың жаратылысының өзінде керемет. Мынаның бір-ақ түптен, бірақ жан-жаққа тармақ-тармақ тараған. Әрбір тармағы төренің, анау шошқаннан бастап тараған төренің әрбір ата-бабаларының ұрпағы сияқты өздері солай табынады. Бұл жерде қазір Талдыбей алғашқыда Төре бейіті деп аталған. Одан кейін Талдыбейіт деп аталған. Одан кейін қазір ата қорым деп атайды. Төрелердің қорым ретінде. Алаштың шарсы Әлихан Жақып Әлімханды дүниеге әкелген арқаның жерінен алған әсерде толассыз екен білдірді. Қатысушылар ұйымдастырушыларға алғыс білдіріп, өз ойларымен бөлісті. Адамзаттың тарихы ол тұлғаның тарихы дейді. Әлихан менің түсінігімде біз мысалы бүгін осы Қарағанды өңіріне Алаштың ең үлкен үш тұлғасы шыққан Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейхановтың жеріне келіп, сол кісілердің ата-бабасының табаны тиген, өздері ғұмыр кешкен, дүние келген жерге келіп танысып жатырмыз. Шындап келгенде біз әрине зират көрмей жүрген жоқпыз, жер көрмей жүрген жоқпыз. Ол жердегі мәселенің бәрі тұлғаның сол жеткен мақсатына, дегдарлығына, парасатына, ұлтты қалай сүю өлшеміне. Себебі мына ғашықтық деген ұғым болады, ғашықтық тек әйелге ғана теліп айтуға болмайды. Ғашықтық деген өзіңнен кім биік, өзіңнен кімнің парасаты биік, ақылы биік адам соған ғашық болады. Сондықтан қазақ осы алаш арыстарына ғашық, олардың идеясына ғашық. Өкінішке қарай біз мысалы айтып жатамыз, Әлихандар атылып кетті, сотталып кетті, деп жатамыз. Шындығында сотталған олар емес, мүсіркейтін адам олар емес, мүсіркейтін адам мына бізбіз. Біздің мына қораш санамыз, үрейіміз, истерикамыз міне. Сондықтан бізді қалыпқа түсіретін, ел болуға, азамат болып, белімізді буатын, табанымызды тіктейтін, ұлтқа қызмет істеудің негізгі моделін көрсеткен осы тұлғалардың танымына біз әмәнде зәруміз. Сондықтан Әлиханның аты аталғанда, Әлімханның аты аталғанда біздің келмеске лажымыз жоқ. Осы жерге келді, көрдік, өте керемет болды деп есептеймін. Шын айту керек, маған жаңа Талдыбейіт дейді ғой, Әлихан Бөкейхановтың бүкіл отбасы жатқан жер өте қатты әсер қалдырды. Ана жақта әкесі жатыр, анасы жатыр, және өзі еккен сәмбі талдары. Сондағы оның сол символикалық мәні, мен сондай бейіт бар екенін де білмеген екенмін. Тіптен осы арабша, жаңағы ежелгі араб жазуымен жазылған осындай тастардың бар екенін білмеппін. Онымен қоса жаңағына біз Қыстақтан келдік. Қыстағының өзінің қараған кезде ар жағында беғазы таулар тұр, руникалық жазбалар тұр, небір таңбалар тұр. Тауға шыққанның өзінде тура осы кең байтақ жердің иесі екеніңді сезінесің. Менің ойымша бұл сезімді әр қазақтың баласы сезініп өту керек. Әр қазақтың баласы осы жерді көру керек, осы жерді білу керек. Сол арқылы осы жердің иесі екенін тану керек. Еріксізден еріксіз енді мына жай келе салған дұрыс емес, ең бірінші дайындалып келген жөн сияқты. Емірші Алаш кім болғанын, Әлихан кім болғанын тану керек. Осы жердің бір тарихын бір зерделеп келген кезде, сосын жаңа Тұңғышбай ағамыз сияқты ағаларымыздың лекциясымен қатар өрбіген кезде, бұл сапар ерекше бір әсер қалдырады деген сенімдемін. Аудан орталығы Ақтоғайға дейін ескі асфальт, одан Шабанбай би ауылына дейін қиыршық тас төселген. Шабанбай биден Талдыбейітке дейін кәдімгі қара жол. Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейхан өскен өңірге келушілерге бұл да бір кедергі дейді журналист Серік Хасенов. Енді бұндай бастамалар өте ғажап, өйткені бұның өзіндік рухани мәні бар ғой. Мысалға біз жаңағы 20-шы ғасырдың басында сол қазақ тәуелсіздігі үшін күрескен тұлғалардың ішінде мысалға ең басты тұлға ол Әлихан Бөкейханов. Негізгі бастаушысы да сол. Сондай тұлғаның мысалға өзінің қай жерде жерленгені енді болжаммен айтылады, бірақ нақты дерек жоқ. Сондықтан сондай бір сакральды тұлғамыздың
өзінің басына барып тәуе ете алмаймыз. Енді тым құрығанда сондай тұлғаны бізге тудырып берген, осындай қазақ халқына сондай тұлғаны сыйлаған ата-анасына барып тәуе ету бір өмірдегі бір борышымыз деп есептеймін. Ал қазіргі пресс-турға келетін болсақ, бастама ұнады, әрине. Оның бір ғана кемшілігі болды, ол жол. Енді жол ол әкімшіліктің кінәсі деп есептеймін. Сондықтан енді алдағы уақытта, өйткені бұл жалпы осындай тек пресс-турлармен ғана баратын жер емес, туризмдік орталыққа айналса деген тілегім бар. Өйткені ол жалпы Алаш деген идея, өйткені осы мысалы орталық Азиядағы барлық мемлекеттерге ортақ идея ғой. Шараға қатысушылар Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрында өткен драматург Қанат Жүнісовтың ұлтқа қызмет спектаклін тамашалады. Алаштың үш арысы Әлихан Жақып Әлімханды дүниеге келген арқаның жерінен алған әсерлермен бөлісіп, осындай игі шаралар жиі ұйымдастырылса деп ниет білдірді. Аяжан Кеңесбек, Жасұлан Мақұлбеков, Life 09.